Құрметті көрермендер, мынау сіздерге ұсынылып отқан көрініс баланы қырқынан шығарып, бесікке салу, азан шақырып, атын қою дәстүрі. Өздеріңіз экраннан көріп отырғандай, жас нәрестені бесікке бөлеп жатыр. Бірақ осы бесікке бөлегеннен кейін оған бесік жырын айтады. Бесік жырының баланың дұрыс жетілуі үшін, дұрыс қалыптасуы үшін маңызы өте зор екендігі ғылымда дәлелденген. Баланың бесігін әуелі аластап, сосын жабдығын орналастырады. Содан кейін тыштырма деген рәсім жасайды. Бұл бесігі берекелі болсын, құтты болсын дейді, және осы тыштырмадан сол шілдеханаға қырқынан шығару тойына келген қонақтар алады. Ұйқысы қалың және тыныш болсын деп, бесігіне 7 түрлі киім жабады және қамшы иледі. Қамшы бұл ел жұртқа сыйлы, тізгін ұстар азамат болсын дегенді білдіреді, және бесік сату деген ырымды жасайды. Яғни бесікке мініп, әйелдер бесік сатам дейді. Және де 40 қасық суға шомылдырғанда қонақтар тілек айтып, бір қасық судан құйып отырады. Және 40-нан шығарған кезде қонақтарға сый сияпат ұсынады, азан шақырып ат қояды. حي على الفلاح حي على الفلاح. Дүниеге келіп, есімін Әміре деп алған жас нәресте Әміре Қашаубаевтай елге белгілі сыйлы азамат болсын деп тілек айтамыз, ғұмырлы болсын.